Қасқыр аю күні мен адам тайғадағы ертегісі. Баяғыда орманда қасқыр мен аю өмір сүріпті. Олардың мекендері іргелес тұрды. Аю оның апанында, қасқыр өзінің ініне тұрды. Бір-бірінің қасында іргелесіп, олар жақсы көршілері болған. Аю жидектерді, балды және тамырларды жақсы көріпті. Қасқыр аңға шығып, өзін көрегін таба алатын. Олардың арасында ешқашан жанжалы болмады. Аю, мен орманда ең мықтымын деп есептеді. Қасқыр, мен орманда ең мықтымын деп есептеді. Олар, біз тек мылтықты аңшы адамынан ғана қорқамыз деп сезініп жатты. Ондағы орманда, төбенің бауырында жауыз жыртқышан құну, яғни Росомаха деген атада мекендепті. Ол мен ең мықтымын ешқашан айтпады. Ол тек әрқашан ажғана сезініп, қоректі іздеп, орманды аралап, ешқашан тынбады. Аю жаз мен күз бойы құнарлы азық іздеп жүрді. Қыс келді. Семіз айналғаннан кейін аю ұйықтауға апанын дайындап, табанын аузына салып ұйықтап қалды. Бір күз күні адам үйінің есігін жапқанын ұмытып, көлдің айлағына балық аулауға кетті. Сол кезде күні үйдің ішіне кіріп, барлық нәрді жеп қойып қашты. Адам үйге келіп, жағдайды көріп, мен енді не істеймін деп ойлады. Менің небәрі мылтығым әрі бірнеше патронымдар ғана қалды. Бірақ адам орманға жалғыз барудан қаймықты. Ол қасқырмен патроны таусылған жағдайда кездесуінен қорқады. Амал жоқ, аузын айтып, ашықтан өлгісі келмеп, адам ормандағы соқпағын алып аңға шықты. Ең жақын адам бар мекеніне дейін 20 шақырым болды. Саған адамдарға жету үшін көше сақтау керек, ұқтың ба? Аңшы өзіне айтты. Оның артынан іздері бойынша қасқыр еріп жүгірді. Қысқы түні күрт түсіп кетті. Жолында осыдан 1 шақырым қашықта, шипалы бұлақта қарағай ағаштан жасалған ойшығын тұр. Мұны уақытта жетсем, құтқара аламын. Аңшы ойлады.